Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жағдайында мешки под глазами, яғни көздің айналасын ісігін тез және оңай бір ингредиентпен қалай алуға болатын рецептімен бөлісетін боламын. Егер сізге осындай тағы да басқа пайдалы рецепттер не болмаса ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірген арнайы видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егерде сіздің де бізбен бөлісетін қызықты рецепттарыңыз болса, міндетті түрде каналдың астына комментарий бөліміне жаза кетіңіз, бірге пайдаланып результатқа жетейік. Ал енді жаңағы көздегі ісікті қалай алуға болады және ол неден тұратын әрмен қарай көресіздер. Негізі адамдарда көздің айналасындағы ісік, яғни мешки под глазами екі себептен пайда болады. Оның ең алғашқы бәріне кеңінен таралған себеп ол ішкі ағзамыздың дұрыс жұмыс жасамауы. Әркімде әрқалай өкпе, бауыр, зәр шығару тағысын басқа ағзаңыз дұрыс жұмыс жасамаған кезде көзіңіздің астында ісіп, осындай үлкен ісіктер, көгеру пайда болады. Ол лимфалардың дұрыс жұмыс жасамауының салдарынан. Ал екіншісі ол өзіміздің кері әсерін тигізуіміз, яғни дұрыс тамақтанбау, дұрыс ұйықтамау, не болмаса сусындарды дұрыс пайдаланбау. Мысал ретінде жатар алдында 1 сағат алдынан сіз жаңағыдай жарты стақаннан 1 стақ 200 граммнан көп сусындарды не болмаса алкогольді ішетін болсаңыз, міндетті түрде көзіңіздің астында ісік пайда болады. Одан бөлек ащы, тұщы, бұрышы көп тағамдардан да лимфамыз ісініп, лимфаларымыз қабынып, көгеріп, бетіміз ісіп, осындай халде оянатын боламыз. Сол себепті міндетті түрде ең алдымен жатар алдында жаңағы көп су ішпеңіз, алкогольді сусындарды ішпеңіз. Егерде ішкен болсаңыз түніне 2-3 рет мейлінше тұрып зәр шығару керек. Сол кезде сізде таңертең ондай жаңағы көгеру не болмаса ісу пайда болмайды. Одан бөлек жейтін тамақтарыңызға мұқият қадағалайтын болсаңыздар да бетіңіздің халі таңертеңгісін жақсырақ болып оянатын болады. Осы көздің асты көгеруінің салдарынан, ол өте маңызды салдарынан сізге өте үлкен жас қосады және де оны қайтару, асқынып кеткен кезде қайтару өте қиын болады. Өйткені лимфа қағынып, лимфаңыз сіздің қабынып кетсе, онда оны тез қалпына келтіру қиынырақ болады. Таңертеңгісін оянған кезде бетіңіздің ісігі, көзіңіздің айналасындағы ісік көгеруді құтылудың жолдары өте оңай, ұнамайтын болса, міндетті түрде менің бүгін сіздермен бөліскен рецепті жасап көріңіз. Ол үшін ең алдымен таңертеңгісін ұйқыңызды ашқан кезде жылы сумен бетіңізді жуып аласыз. Ол контрасттық жуыну деп аталады. Одан кейін өте салқын сумен 15 секунд шаясыз, артынан ыстық сумен бетіңізді шаясыз. Дәл осы ыстық сумен суық суды 3-4 рет қайталау арқылы бетіңізді жуасыз. Ол контрасттық жуыну бетіңіздегі қан тамырларының жақсы жұмысын атқарып, бетіңіздің түсінің қалпына келтіруге және де беттегі лимфаларды тез ыдыратуына жақсы көмегін тигізеді. Сол себепті күнделікті жаңағы ерінбесеңіз, аптасына 3 рет, ерінетін болсаңыз кемінде 2 рет. Контрасты жуынатын болсаңыз, бетіңіз тезірек қалпына келетін болады. Ол бірінші. Екінші ереже қарапайым, күнделікті барлығымыздың үйімізде кездесетін тұз. Тұз. Болмаса морской соль. Морской сольді да не болмасаға үйдегі тұз қайсы бар, соны пайдалануға болады. Ол үшін дәл осы мен айтып өткен контрасттық, яғни 1 стақанға ыстық су, екінші дәл осындай стақанға суық су дайындап аламыз. Осы стақанға 1 шай қасық тұз саламыз. Екінші суық стақандағы суымызға 1 шай қасық тұз саламыз. Яғни ыстық сумен тұзды араластырып, суық сумен тұзды араластырып, көзімізге маска жасайтын боламыз. Бұл қарапайым тұз көздегі лимфаларды өзіне сіңіріп, көздегі жаңағы астындағы сары суларды өзіне тартып,
1-2 сағаттың ішінде өзіміздің бет пішінімізді, яғни реңімізді қалпына келтіруге жақсы көмегін тигізеді. Және де беретін кері әсері жоқ. Тек қана көздеріңіздің жаңағы дәрі пайдаланып жүрген кездерде, одан бөлек басыңыз, қан қысымы жоғары адамдарға кішкене байқау қажет. Суыңыз тым ыстық болмау керек, және де тым суық болмау керек. Кішкене салқын суға, қатты ыстық емес суға жасайтын болсаңыздар, ол кезде сіздің жаңағы давлениеңіз көтеріліп, қан қысымыңыз көтеріліп, не басыңыз ауырып қалмау үшін. Сол себепті міндетті түрде осы рецепті пайдаланыңыз. Оны қалай жасаймыз? Мен бірінші стақанда 1 ас қасық тұз және ыстық су. Осыған қарапайым мақтадың 2 данасын алып, әбден суға малып батырып, көзіме қойып қоямын. Яғни контрасты таңертеңгісін айтып өткенде жуынып болғаннан кейін көзге де контрасттық жаңағы маска жасаймыз. Бірақ біздің маскамыз жай ғана су емес, оған морской соль не болмаса қарапайым жаңағы тұз қосылған болады. Ал 2 мақтамды алдым, ыстық суға малып аламын, жақсылап сығып. Негізі оны үйде жатып, демалып жасаған өте пайдалы. Таңертеңгісін ұйқыдан тұрып бет қолыңызды жуып келгеннен кейін міндетті түрде жаңағы төсекке ыңғайланып жатып жасаңыз. Мені ыстық суға батырып алдым, енді көзіме суығанға дейін қалдырамын. Мақтамыз әбден суып қалды. Енді дәл осы мақтамызды суық суымызға батырып, кішкене сығып алып, дәл солай суық суды енді көзімізге қоямыз. Солай 2 минут, 1 минуттай көзде ұстауға жеткілікті. Осы процедураны, яғни ыстық суық суды 3-4 реттен уақытыңыздың еншісіне қарай пайдаланасыз. Бұл процедураны жаңағы көзіміз ісіген кезде ғана жасаймыз. Яғни қатты ісініп, көгеріп, лимфаларымыз қабынып кеткен ғана жасаймыз. Күнделікті жасаудың қажеті жоқ. Осы процедураны жасап болғаннан кейін жылы сумен бір шайып жіберіп, не болмаса тоник молочкомен сүртіп, өзіңіздің күнделікті пайдаланып жүрген ылғалдандыратын кремдеріңізді жағып, өздеріңіздің бояуларыңызға кірісе берсеңіздер болады. Осы процедураны жасағаннан кейін сіздер көз айналасына крем жағуды жақсы көретін болсаңыздар, ол сіздің жаңағы көз айналасына арналған креміңіз 2 есе жұмысын атқаратын болады. Себебі біздің лимфамыз тарап, ыдырап, көзіміз біздің жаңағы барлық ингредиенттерді сіңіріп алуға дайын тұрады. Сол себепті осы процедураны міндетті түрде пайдаланып көріңіз. Сізге көмегі тиеді деп ойлаймын. Ал жаз мезгілінде барлықтарымыз міндетті түрде әрдайым су ішіп, жатар алдында су ішіп, жаңағы қарбыз қауындарды жеп жүреміз. Таңертеңгісін барлықтарымыздың көзіміз кішігірім ісіп жүреді. Сол кезде сіздерге арналған ең оңай лайфхак. Қарапайым көк шай қайнатып аласыздар. Көк шайдың суын, яғни шайдың өзін алып, мұз қатырғышқа қатырып, мұз қылып дайындайсыздар. Таңертеңгісін сол көк шайдың суынан қатқан мұзды көзіміздің айналасын сүртетін болса, сол кезде де ісікті тез алатын болады. Ал әрдайым өздеріңізді күтіп, сұлу болып жүріңіздер. Пайдалы рецепттер болса маған жазыңыздар, бірге жасап көрейік.